Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей әсем. Бүгін мен сіздерге 2×3 размері болатын 2 метрде 3 метр размердегі баннерді жасап көрсетемін. Бұл баннер свадьбаға арналған, үйлену тойға арналған, арнайы заказбен жасап жатырмын. Және де егер сіздерге де баннер керек болса, дизайны керек болса, маған тапсырыс берсеңіздер болады, мен тапсырыспен жасаймын. Осы видеоның астына сол тапсырысты қалай берсеңіздер болады, WhatsApp номеріме жазсаңыздар болады. Алдымен бізге керекті программаларды, размерлерді бәрін өздеріңізге түртіп жазып отырыңыздар. Кейін жасағанда керек болады. Бізге Pinterest программасы керек болады. Pinterest программасынан дайын арнайы элементтерді өзіміздің телефонымызға сақтап аламыз. Бізге фон керек болады. Фон маған бирюзовый фон керек деп айтты, сондықтан мен бирюзовый фонды іздеймін. Бирюзовый фон десеңіз, осы Pinterest программасында көптеген фондар шығады. Оның ішінен кез келгенін ұнағанын өзіңізге сақтасаңыз болады. Мен өйстіп біреуін сақтап алдым. Үстіндегі 3 точканы басқанда скачать изображение дейміз, сонда өзіміздің телефонымызға сақталады. Содан кейін екінші маған керек болатын рамка. Рамка маған надпись жазғанға, молодожендардың аттарын жазғанға керек. Сондықтан осындай көп рамкалар шығады. Соның ішінен қалағаныңызды өзіңізге сақтап аласыз. Мен мысалы осындай рамканы таңдадым. Бирюзовый фонға кішкене келетіндей деп. Осының ішінде неше түрлі бар, соны сақтап алсаңыз болады. Және көбі айтады маған, алдындағы видео түсірген осы баннер жасау жайлы, соны айтты. Сіз жүті тез сөйлейсіз, ақырын асықпай сөйлеп түсіндіріңізші деп, соған арнап осы видеоны тағы да түсіріп жатырмын. Бұл баннерді көп айтады, тек компьютермен жасауға болады ма, телефонмен қалай жасайды деп. Телефонмен деп компьютерде жасаған деп жасауға болады. Одан баннердің качествосы еш өзгермейді. Ең бастысы сіздер Pixlab'та размерін таңдағанда керекті размер болса болды. Сосын мен золотая рамка, яғни баннердің шетін әрлегенге золотая рамка деп жазам. Соның ішінен золотая рамка. Осыны алып өзім телефоныма сақтаймын жәнекте. Қарап тұрғаныңыздай неше түрлі рамкалар бар. Тағы біреуін өзіме сақтай салдым. Соны екеуін біреуін таңдаймын қазір. Сосын бізге молодая пара, значит, жаңадан үйленіп жатқан жас жұбайлардың фотосы керек болады. Оны осылай молодая пара деп, немесе молодожены деп іздесек шығады. Соның ішінен керектісін таңдап алсаңыз болады. Мен рисунок түрінде таңдаймын. Өйткені рисунокпен әдемілік шығады. Осыны таңдадым. Осыны қоямын. Скачать изображение деп бәрін өзімізге сақтап аламыз. Мынандай түрінде сақтай саламын, мынандай түрінде сақтай саламын. Соның ішінен керектісін таңдап аламын. Сосын бізге Magic Erasers немесе Erasers деген программалар бар. PNG форматына ауыстырады кез келген картинканы. Соны жаңағы өзімізге сақтаған пиндарымыздың бәрін PNG форматына ауыстырамыз. Алдымен рамканың артық жерлерін алып тастаймыз. Өйстіп авто десеңіз, авто өзі автоматически керексіз фондарын алып тастайды. Magic десеңіз өзіңіз ручной сөйтіп істегенге болады. Өйстіп асықпай каждый детальдарын, артық жерлерін өйстіп алып тастаймыз. Және де мен алдыңғы видеоларымда шаблон жасау, бомбонеркенің шаблон жасау, видео пригласительный жасау, тұсаукесер жасау, қырқына шығаруға набор жасау, барлық видеоларды түсірдім. Соларды қарап, өздеріңіз үйренсеңіздер болады, және сол арқылы өзіңіз бизнесіңізді бастасаңыздар болады. Менің телеграм каналым бар, тек YouTube подписчиктеріме арналған, сонда мен шаблондарды қойып отырамын. Сол шаблондарды өздеріңізге де пайдалансаңыздар болады. Өйстіп не барлық жерлерін әдемілеп алып тастаймыз да, соны доны дегенді бассаңыз сақтап аласыз өзіңізге. Неге асықпай аламыз. Әр детальді өйстіп ақырын асықпай алмаса, үлкен размерде алсаңыз көбі кетіп қалуы мүмкін.
1-2-3 деген ол чет-четтерін майдалайды. Екінші фонымыз бізде рамканы істедік, енді молодоженыйды тоже авто десек, бүйтіп басып аламыз, ақ жерлерін алып тастайды. Сонда PNG форматында тек молодоженыйдың мүсіндері ғана қалады. Сонда естіп өзімізге сақтап аламыз. Сақтап алдық. Бұнда арасында реклама шығады, оны закрыть деп баса саласыздар. Сосын тағы да енді рамкамызды жасадық, молодожен жасадық. Енді золотая рамка қалды ғой дейме. Золотая рамканы жасаймыз. Авто десек. Естіп сақтай саламыз. Және достар, мен телеграм каналыма тіркеліп, алдымен YouTube каналыма тіркелесіздер. Осы видеоның астына телеграм каналымды қалдырып кетемін. Сол жерден осы дайындаған шаблондарды, дайын баннерларды сол жерден алсаңыздар болады. Және Pixlab программасын ашамыз ғой. Сон Pixlab программасын ашқанда новый документ ашылады ғой. Сол новый документті ашқанда сіздер қараңыздар, бұл жерде размер мұқият қарап алыңыздар. Маған 2:3 размердегі баннер заказ бергендіктен мен онда 1 метр ол 3000 пиксель болып саналады. Ал менде 2:3 болғандықтан мен 9000-да 6000 деп жазам. 3 метрде сонда 2 метр қылып шығады. Осылай жазамыз. Сіздерде керек размерлеріңізді осылай есептесеңіздер болады. Кейді бассақ, осылай размерін таңдап, не көрдіңіз бе, осындай размерде шығады. Сосын үстіне плюсикті басып, from gallery деп, осы бағана дайындап алған элементтеріміздің бәрін бірінен соң бірін қоя береміз. Бірінші бізге пинда сақталған фонымыз керек, бирюзовый фонды. Өстіп өзімізге ашып, үлкейте саламыз. Бұрып, әдемілеп үлкейтеміз де қойып аламыз. Содан кейін келесі элементімізді қоямыз, золотая рамкамызды қоямыз. Жоқ, мынау келмейді маған. Жаңағы PNG форматын ауыстырған рамка керек. Және Pixlab'та қазақша шрифті қалай салады деп жатыр. Оның бәрі мен алдыңғы видеомда көрсеткем. Содан ашып көрсеңіздер болады. Бұл бизнес өте оқушыларға, үйде отырған аналарға өте жақсы айналысқанға болады. Мен өзім осы бизнесті бастағаныма 7 айдай болды, түк өкінбеймін. Жай үйде отырып ақша таба бересіздер. Осылай екінші элементімізді молодоженыйды қоямыз. Әдемілеп. Одан кейін үшінші элементіміз сол біздің жаңағы неміз, рамкамыз, надпись жазатын. Осылай ашылады. Қоямыз. Одан кейін надписті осының ортасына әдемілеп жазамыз. Не естіп. Және көп сұрап жатыр, принтер қандай керек деп. Бонбоньерге шығарғанда принтер кез келген керек бола береді. Өстіп міне молодоженыйдың үстіндегі мен ленточка секілдіні алып тастайын деп шештім. Ол үшін астыңғы жағында өшіргіш батырмасы бар, соны бассаңыздар, осылай артық жерлерін алып тастауға болады. Ақырын асықпай, картинканы өзін өшіп тастамас үшін асықпай бетіп алған дұрыс. Өшіргішім кішкентай болып кетті, кішкене үлкейте.
үстінде екі бигунок үлкейтіп кішірейту, ал астындағы бигунок ол интервалын ұстап отыру. Осындай әдемі болып шықты. Енді осы кругтың ортасына, рамкамыздың ішіне жас жұбайлардың есімін жаза саламыз. Маған Айдар мен Аружан деген қыз бен жігітке арналған баннер, сондықтан солардың есімдерін жазамын. Сіздер де қалаған есімдеріңізді жазып, өйстіп әдемілеп қойып сақтап алсаңыздар болады. Сөйтіп қоямыз. Бұл жерде қараңыздар, мұнда шрифтті түсі де ештеңесі өзгерген жоқ, сондықтан біз А деген батырманы бассақ, осындан түсін таңдаймыз. Colors деп бассақ, қоңыр түсті таңдадым мен, кішкене сай келетіндей. Сондықтан содан кейін фонт деген бізде ол шрифттерді әдемілеу. Фонттың ішіне My фонт деген таңдаймын. My фонт деген ол өзімнің енгізген фонттарым. Фонт болған шрифттарым ғой. Ал бұл шрифттерді қайдан алады деген мен телеграм каналымда бар. Сол жерден өздеріңіз телефоныңызға сақтап, Pixlab программасына енгізіп алсаңыздар болады. Сосын астыңғы жағында тексттардың ортасын алшақтату немесе жақындату батырмасы бар. Сонымен текстіңізді керекті размерде қойсаңыздар болады. Және де мен бұл жерге тағы бір элемент қосқым келіп тұр. Текстқа Айдар мен Аружанның ортасына ағылшынша И деген, End деген текст қосқым келіп тұр. Ол ағылшынша шрифтін ағылшыншаға ауыстыру керек. Содан кейін осылай басып, осылай әдемілеп қоямыз. Және достар, мұнда